Қазақ халқында бала дүниеге шыретіп келген сәттен бастап, оған азан шақырып ат қою ислам дініндегі ең ізгі амалдардың бірі болып табылады. Бұл бізге пайғамбарымыздан қалған өсиет және сүннет амал болып есептеледі. Қазақ халқы балаға тәрбиені ананың құрсағынан бастаған, яғни балаға жан берілген сәттен бастап, ананың тағамын, жүріс-тұрысын, сөйлеген сөзінің барлығына жіті назар аударатын болған. Ал өмірге шыр етіп келген сәбиге имандылықтың белгісі ретінде, жүрегіне иман нұрын құю ретінде балаға азан шақырып ат қоятын болған. Бұл жөнінде әрбір мұсылман адамының білуі міндетті. Нәрестенің есімін азанды білетін кез келген мұсылман баласы қоя алады. Міндетті түрде мешіт имамының немесе молданың азан шақыруы шарт емес. Азан шақырып ат қоюдың жолдары: мұсылман адамы жүзін қыблаға бұрып, сәбидің оң құлағына азан шақырып, есімін 3 рет айтады. Кейін екінші сол құлағына қамат түсіріп, тағы да есімін 3 мәрте қайталайды. Бұл сәбиге жасалған алғашқы иман қадамы. Балаға не себепті азан шақырып ат қою керек? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде: қиямет күні өз аттарыңызбен және әкелеріңіздің аттарыңызбен шақырыласыздар. Сондықтан балаларыңызға жақсы ат қойыңыздар дейді. Ал біздің бабаларымыз баланың есімін мағыналық есіммен атауға аса зор мән берген. Балаға қойылған есім оның болашағына әсері болады деп, сәбиге жақсы есім қоюға мән берген. Егер де жас кезінде балаға қандай жағдайлармен азан шақырылмаса, есейген кезде шақыруға рұқсат етілген.